Атадан қалған асыл сөз. Жамбыл облысында өмір сүрген Өмірбай шешені айтыпты деген бір-екі ауыз шешендік сөзді назарларыңызға ұсынамыз. Жамбыл облысының Сарысу өңірінде өмір сүрген Борбас деген парасатты адам болған. Қонысы шалғай болғанымен, сыр бойындағы ағайын туыстарымен жүздесіп көрісуді аңсап, өз шаруасымен келген кеткендер арқылы жеті рудың игі жақсыларынан хабардар болып, 6-7 адаммен ағайынға дидарласып қайтуға барған екен. Көптен сағынысып, көріскен қандас қарындастарының біріне қонып, біріне түстеніп, сейіл серуен құрады. Бірнеше күн арқа-жарқа боп сағыныш сазын басқан соң, пәк пейіл мен құрмет еткен туыстардың ықылас ниетіне риза боп, рахметін айтып, елге қайтуға рұқсат сұрайды. Және жақсыменен жайсаңдарды алдағы жылы күзге келіп, серуендеп қайтуға шақырады. Межел мерзім жеткенде, бір-бірмен хабарласып Борбас ауылына аттанады. Үлкендерге ілесіп, 13 жасар Өмірбайды барады. Борбастың Жантас, Бектас, Алтыбас деген балалар болған. 10 жасар қаршығадай баланың қияндағы елден ересектерге еріп келгеніне Алтыбас таңданып, түріңе қарасам, ойым баласысың. Ақсақалдарға еріп келгеніңнің мәнісі не дейді? Бір жағынан мүсіркөп, әрі не дер екен деп сынай сұрайды. Сонда Өмірбай, ер бала 12 жасында балиғатқа жетеді. Әкелер мен көкелерге ергеннен нем кетеді? Есті болып ешкімде іштен тумайды. Игі жақсылардың әңгімелерінен бір сабақ жібілсем, маған сол жетеді депті, таңдайы тақылдап. Жарайды балам, дейді Алтыбасқа әкесі. Қонақтың үлкен кішісі жоқ, мазалай бермеңдер енді. Сонда Өмірбай іле шалалап етіп, дұрыс қой көке, маған сұрақ бергенім мүсіркеу түбі азап, азаптың түбі дозақ. Ағаларымның маған сұрақ қойғаны, мені елегені, мен үшін бұл ғажап, дейді. Екі елдің ақсақал, қарасақалдары шұрқыраса табысып, ел халықтың амандық саулығын сұрай мәре-сәре боп, қысырдың тайын сойып, қауыр-дауыр боп жатқанда, отау үйдің белдеуінде байлаулы тұрған түйенің бауырына, көрші үйдің қозысы жанаса кіре бергенде, түйе тарпып, қозы жан тәсілім етеді. Борбас Тұрымтайдай баланың әлгіндегі сөзін еріксіз назар аударып, айпырмай мына бала, негізінде таудай талапты, тегі болайын деп тұрған наушау деп түйген екен. Осы оймен Өмірбайды шақыртып алып, ал наушам, түйем тарпып көршінің қозысын өлтірді. Осы қозының кесімін айтшы, дейді. Жақсы көке, наушаңа сенсең бұл кесімді, теріс айтсам тіл бетімді, тарпыған аяғын кессем түйеңіз шолтақ болады, өркөшін кессем молтақ болады. Қозысынан айырылған адам осы түйенің қырыққан жүніне ортақ болады, дейді, жүзі бал-бұл жанып. Борбас балғын жастың өже төрлікпен сөз саптауына сүйсініп, талабыңа ақылың серік болғандай, жалғаншының шешімін тәрік қылғандай наушам екенсің. Ғұмырың ұзақ болғай қарағым, қара жүректілерге тұзақ болғай, ел жұртыңа шырақ болғай. Жүзің жарқын, ашық болсын, лебізіңе халқың ғашық болсын. Енші деп емес, бір жорға құнан тұсау кесер жоралғы болсын деп маңдайынан сүйген екен.